Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге кешкі асқа дайындауға болатын ерекше бір идеямен бөлісемін. Бұның ішінде ыстық тамақ және де қасында осындай мексиканский салатымен бірге. Жасап көріңіздер, отбасыларыңыз барлығы сүйіп жейтін болады. Бізге қажет ингредиенттер: видеода көрсетілгендей тартылған ет, картоп, дәмдеуіштер, жүгері, фасоль, чеснок, сарымсақ, пияз, қырыққабат және де қызанақ пен қияр қажет. Барлық ингредиенттердің мөлшерін төменге видеоның астына жазып қоямын. Алдымен пияз бен сарымсақты жақсылап ұсақтап турап алуымыз қажет. Мен бұны блендерде тураймын. Алдымен осы ірілеп турадым да блендерге салдым. Оның қасына сарымсақты салдым және де салқын су құямыз. Кішкене ғана мөлшерде құйдым. Жақсылап араластырамыз. Бізде бұл тартылған еттің сочный, сондай дәмді, жұмсақ болып шығу үшін қажет. Тартылған етке тұз салдым. Төменде описанияда жазған барлық дәмдеуіштерді салып шығамыз. Дәміне қарай саласыздар. Және де жаңағы езілген сарымсақ пен пиязды салдым. Жақсылап осылай силиконды күрекшемен араластырамыз. Одан соң қолымызбен осындай шариктер жасап шығамыз. Картопты видеода көрсетілгендей екіге бөліп, осындай жұқа қылып турап шығамыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз, сұйық май және де дәмдеуіштер саламыз. Енді духовкаға салуға арналған формамызды алып жақсылап майлаймыз. Мен күнбағыс майымен майладым. Осылай видеода көрсетілгендей бір-біріне кішкене жақын қылып, біздің етті шариктерімізді салып шығамыз. Ал картопты осылай жанына, ортасына, қалған бос жерлерге картопты салып шығамыз. Бетін фольгамен жауып, қысып тұрған пешке 180-190 градуста саламыз. Енді оның қасына біз салатты дайындаймыз. Ол үшін 40 қабатты алып, осылай видеода көрсетілгендей жұқалау қылып турап шығамыз. Қиярды осылай ортасынан екіге бөлеміз. Жартылай дөңгелектерді тағы да бір бөліп, осындай кубик тәріздес қылып тураймыз. Жаңағы 40 қабаттың үстіне біздің қиярды салдым. Черри қызанағын алып, ортасынан екіге бөлеміз. Оны салаттың үстіне салып, енді бізде жүгері және де фасоль бар. Солардың барлығын салып, дәміне қарай тұз сеуіп, күнбағыс майымен жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майының орнына зәйтүн майын қолдансаңыздар, дәмді болып шығады. Бізде тамақ 45 минутта дайын болды. Өте
ароматты, өте ерекше дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, қандай керемет болып шыққан. Егер сіздер картобы қызарып шыққанын қаласаңыздар, фольганы алып тастап, тағы да бір 10-15 минуттай пісіріп алсаңыздар болады. Және де осындай согы шығады, өте еті де сочный болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде қолдап кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Каналымның дамуына атсалысыңыздар. Осы видеоның астына комментарий басып, лайк басып, өздеріңіздің достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлжанат. Сау болыңыздар.